100% Құдай махаббаттылық, 100% жарық, заңдық махаббаттылықтан, өз-өзіне махаббаттылықтан жаратылғасын, өзіңді жаратқасын. Осы әлемді, ана дүниені содан жаратқасын. Өзің аспан думалы ғалам болғасын. Өмірсін, 95%-ға өмірсін. Бірінші ұлды, соң қызды жаратқасын 4,5 миллиардтан. Солай өмір болып кетті. Енді мені сен маған жан бергенде таза ұлдық 100%, ұлдық жан бергенде, әке маған сүйек ми бергенде, апчи бергенде 100% таза. Анашым жұмыртқасынан жүрек ішқұрылыс қан көтен бергенде, бүкіл жаным осы немен ол дене болып кеткенде, чаш бәрі бүкіл сол біреу 100% біреу өзім жан болып кеткенде, сонда тірі адам баласы тірі жан болып кеткенде, содан өзім сондаймын, бәріміз осындаймыз. Білмейм, сен ашықтықты бастадың, түсті кімге қалай жібересің, сен уақытың біреу, менің сөзім, сен бірлікке бастадың ба, аяғына дейін болу керексің, аспан домалы ғалам болу керексің. Мен білем, байланыс бар, көбі біледі, бәрі біледі. Сен бәріне түс бірдей жіберу керексің. Біреудің көтенін аш деп тұрған жоқпын, біреудің өмірін көрсет деп тұрған жоқпын. Бірақ түс, сынақ біреу болу керек. 2014 жылдан 18 қаңтардан ашықтыққа шықтың, өзіңді көрсеттің, байланысқа шықтың, 1% ашықтылығыңды қостың, ұлы қасиетті жарықтығыңды, бірлігіңді, жалғыздылықтылығыңды, жарықтарыңды бәрін 1% қостың, құдайдығына қостың. 18% әрбір жанның басында бар. Осы 1% топас байланыспен, бітпеушілік байланыспен, бітпеушілік біледі, жаман топас сен білесің, бәріміз білеміз. Сол құдайдығымен бәрімізге бірдей сынақ жіберу керексің. Төс, елес, тамба. Солай бірлік болу керексің. Айжан, қорқсан жолама, білмейм. Аумин.